жаңағы фейк ақпарат тез тарайтыны бар, одан кейін ол сенімді болып көрінетіні бар, тағы да басқа факторлар бар. Сонымен қатар Қазақстанда қазір фейк жаңалықтарға байланысты жағдай қандай және шешім жолдарын бір талқылап өтуге тырысамын. Негізі мынау MIT университетінің зерттеушілері жүргізген бір зерттеудің қорытындысы бойынша фейк хабарлардың әлеуметтік желіде бөлісу ықтималдығы шынайы хабарға қарағанда 70%-ға жоғары екен. Сонымен қатар фейк хабарлар шынайы хабарға қарағанда 6 есе жылдам тарайды. Бұлай біз әдетте айтып жатамыз, түптің түбінде шындық жеңіске жетеді деп. Бірақ қазіргі жағдай өкінішке қарай көбіне жалған хабарлар жеңіске жетіп жатқанын байқауға болады. Мен ең әуелі бұның себептерін түсіндірген кезде психология қырынан айтқым келеді. Негізі мен өзімді таныстырмаған екен. Мен есімім Оразай, мен мамандығым журналист. Негізі екі саланың мамандары кез келген тақырыпта сөйлей береді дейді. Біреу экономистер, екіншісі сол мен сияқты журналистер. Және осы негізінде экономистер классик экономикалық теория бойынша бұрынырақта homo economicus деген бір түсінік болған. Классикалық экономика теориясында ол ең идеал адамның сипаты. Ол қандай адам? Ол бүкіл шешімді ақылға сүйеніп рационал қабылдайды. Ол белді бір сала бойынша кез келген бір жағдайға қатысты бүкіл ақпаратты қолына жинаған, яғни бәрінен хабардар, сол ақпарат негізінде былай салқын ақылмен шешім қабылдайды. Сосын тағы бір несі сипаты, ол адам үнемі тек өзінің мүддесін ойлайды, яғни өзінің экономикалық мүддесін ойлайды. Мен қайтсем өзімнің табысымды арттырам, қайтсем шығынға батпаймын дегенді бірінші орынға қояды дейді. Бірақ кейін ол көзқарас жоққа шығарыла бастады. Оны жоққа шығарған адамдар жосықтық экономика дейді, behavioral economics. Сол саланың өкілдері айтады, адамдар негізінде рационал болғаннан көрі иррационал. Олар бүкіл шешімді логикаға емес, белді деңгейде емес, тіпті көп жағдайда сезімге сүйеніп қабылдайды дейді. Және негізінде осы біздің жалған хабарға сенуіміз болмаса, соны көбірек таратуымыз, оның барлығы осы сол саланың зерттеушілер айтып өткен жаңағы теорияларға келеді. Солардың ішінде мен қос процесс теориясы туралы айтқым келіп тұр. Бұл теорияның авторы Даниэл Канеман деген кісі, өзі психолог. Ол кісі біздің миымыз екі түрлі режимде жұмыс істейтінін айтады. Біреуі интуиция деңгейінде автоматты түрде жұмыс істейді, екіншісі болса ол анализ жасай отырып жұмыс істейді. Бұны былай түсіндіруге болады. Мысалы, бізде қазақша есту және тыңдау деген екі етістік бар. Біреуі сіз бүкіл дыбысты естисіз. Мысалы, қазір осы жерде отырған барлығыңыз мен дыбысымды естіп отырсыздар. Бірақ кейбір адам, мысалы, ертең таңертең жиналысқа кешігіп қалмауы мүмкін деп ойлап отырған болуы мүмкін. Ол мен естігенмен тыңдамай отырған адам да. Яғни бұл есту мен тыңдау екеуі екі бөлек нәрсе. Біреуі жай ғана пассив әрекет, ол фондық режимде жүзеге асса, екіншісі актив әрекет, ол адамның зейін қоюын, ойлануын, нақты бір нәрсеге назар аударуын талап етеді. Яғни, мысалы, есту бұл интуиция болса, тыңдау бұл анализ жасау деп. Сөйтіп, бірінші жүйе мен екінші жүйенің айырмашылығын солай түсіндіреді. Бірінші жүйеде біз әдетте адамдар бірінші жүйеде жұмыс істейді. Ол мысалы, бұл негізін бұл неліктен қажет? Соны айтқым келеді. Мысалы, біз күн сайын бір жолмен жұмысқа барамыз. Бірақ біз оны еш ойланбастан автомат түрде жүре береміз. Ол сәтте біздің миымыз бірінші
жүйеде жұмыс істейді. Ал егер біз бейтаныс басқа бір қалаға баратын болсақ, біз жолдан бұрылыстан өтіп кетпейік, адасып кетпейік деген секілді жол белгілеріне қарап, аяғымыздың астына қарап, айналамызға көңіл бөліп, екінші режимде жұмыс істей бастаймыз. Негізінде бір қызық нәрсе, көбіне біз ойлаймыз да, біз сол бірінші мен бәрін ақылға сүйеніп, бәрін ойланып істеймін деп, бірақ шын мәнінде күнделікті өмірде біз іс-әрекеттеріміздің 90-95%-ы сол интуицияға автомат түрде сүйеніп жасалады екен. Біздің негізінде жалған хабарға сеніп қалуымыздың да себептері осы миымыздың бірінші режиміне байланысты. Неліктен біз бірінші режимге көбірек не істейміз, жүгінеміз, өйткені біздің миымыз көп энергия құртқысы келмейді. Біз еріншекпіз, жалқаумыз. Сондықтан да екінші жүйеден көрі бірінші жүйеге көбірек сүйенеміз. Енді былай мынадай сұрақ қояйыншы, риторикалық сұрақ, жауап бермей ақ қойсаңыздар болады. Біз әлеуметтік желіге әдетте қай уақытта және не мақсатпен кіреміз? Көпшілігіміз бір күрделі есеп шығару үшін, болмаса бір ой салатын жазба оқу үшін кірмейміз ол жерге. Біз ол жерге бос уақытымызда, жұмыстан бір демалыс алған кезде, көңілімізді сергіту үшін, сондай бір нелер демалу үшін кіреміз. Ал ондай жағдайда біздің миымыз қай режимде болады? Әрине, екінші емес, бірінші режимде болады. Сондықтан да біз әлеуметтік желіде көрген хабарға былай толық анализ жасамай, оған логикамен қарамай, бірінші режимде қарағандықтан тез асығыс қорытынды жасап, оған сеніп қалады екенбіз. Сосын тағы бір мәселе бар, бұны зерттеушілер иллюзиялық шындық эффекті деп айтады. Бұл да біздің миымыздың ерекшелігі. Бізге бір ақпаратты тексергеннен көріп, ол ақпарат бізге таныс болып көрінсе, оған көбірек сенеді екенбіз. Бұған мысалы мынадай бір мысал келтіргім келеді. ақш президенті Дональд Трамп, ол кісінің бір несі бар. Жаңа жел турбиналарын жек көретін бір ерекшелігі бар. Былай сұхбаттарына қарасаңыздар, мәлімдемелеріне қарасаңыздар, жел турбиналар деген ол ең үлкен жауыздық, адамдар ойлап тапқан. Одан қаншама құс қырылып жатыр, қоршаған ортаға залал келіп жатыр. Ондайдың көзін құрту керек. Одан да біз мұнайды көбірек бұрғылап, көбірек мұнай өндіруіміз керек деп айтады. Бір қызығы, көпшілігіміз шын мәнінде ол пікір өте көп қайталанғандықтан біз оны тексерместен сеніп қаламыз. Мысалы, шынымен де былай адамдардан сұрасаңыз, жел турбиналары құстарға зиянды ма десек, көпшілігі иә, зиянды деп айтады. Бірақ осы біздің жақында сайтымызға бір мақала шыққан, жаңғырмалы энергетика туралы 5 миф деген. Сол мақалада ғылыми зерттеулерге сүйене отырып жауап береді. Негізінде, иә, шын мәнінде де құстарға жел турбиналары зиян екен. Мысалы, бір ғана ақш-тың өзіне жылына 500 мыңға жуық әртүрлі құс жел турбиналарына соғылып мерт болады екен. Бірақ мынадай екінші мәселе бар. Бізде климат өзгерісі жүріп жатыр. Климат өзгерісінен сол Америкадағы құстардың 3-тен 2-сі қырылып қалуы мүмкін. Яғни бір жақта мысалға жылына 500 миллион құс болса, екінші жағында миллиардтаған құс жойылып кетудің қаупіне ұшырап тұр. Бірақ кейбір саясаткерлер, маркетологтар, әртүрлі көзқарасты, әртүрлі мүддені көздейтін адамдар бір тұжырымдаманы, бір ойды қайта-қайта айта береді да, біз соны бір естіген кезде сенбегенімізбен, екінші естігенімізде сеніп қалуымыз мүмкін. Бір не бар? Растаудың бұрмалануы дейтін құбылыс бар. Біз әдетте достарымызбен пікірталас жасағанда, болмаса өзіміздің ойымызды дәлелдегіміз келген кезде, біз шындыққа жетуді емес, көп жағдайда өзіміздің пікіріміз дұрыс екенін дәлелдеп қалуды көздейміз. Яғни біз аздап эгоистпіз. Аздап емес, тіпті кейде көбірек эгоистпіз. Біз әлеуметтік желі, мысалы Google-ға әдетте
тек өзіміздің көзқарасымызды мақұлдайтын бір ақпарат іздейміз. Және біз ақылымызды бір шындыққа жету үшін емес, керісінше өзіміз дұрыс деп сенетін нәрсені дәлелдеуге жұмсаймыз. Мысалы, бір дінге сенетін адам, ол бүкіл ақыл ойын Құдайдың бар екенін дәлелдеуге жұмсауы мүмкін, тырысуы мүмкін. Ал керісінше Құдайға сенбейтін адам, ол неге басқа да тұжырымдармен Құдай жоқ деп дәлелдеуге тырысуы мүмкін. Яғни біз шын мәнінде шындықты емес, керісінше өзіміз шындық деп білгіміз келетін нәрсені көбірек соған сенгіміз келеді. Бұл да сондай растаудың бұрмалану деген нәрсе. Мынадай бір мысал келтіргім келеді. Мысалы, біз Google-ға бүгін екі нәрсені іздеп көрдім. Біреуі бананның пайдасы, екіншісі бананның зияны. Былай қарасақ, екеуінде екі түрлі нәтиже шығарды. Былай кейбір нәрселер ұқсас болуы мүмкін, бірақ жалпы алғанда бір жағында мысалға пайдасы деген кезде тек қана пайдасын айтады, ал бананның зияны деген кезде пайдасы мен зиянын да қосып айтады. Бұл банан енді қатты емес, маңызды емес, бірақ кейбір нәрселер бар. Мысалы, вакцина. Вакцинаның пайдасы десеңіз басқа ақпарат шығуы мүмкін, вакцинаның зияны десеңіз басқа ақпарат шығуы мүмкін. Сондай да мәселе бар. Содан кейін жаңағы мотивті пайымдау деген біздің ойлау жүйеміздің тағы бір ерекшелігі бар, психологиямыздың. Әдетте біздің логикамыз бұл судья емес, адвокат сияқты жұмыс істейді. Мысалы, сіз жақсы көретін бір танымал тұлғаның жаман бір әрекетін көріп қалсаңыз, сіздің реакцияңыз қандай болады? Сіз ой оңбаған, осындай нәрсе істепсің деп айтпайсыз. Сіз керісінше, жоқ, ол ондай адам емес еді ғой, мүмкін бұл жерде бірдеңе дұрыс емес шығар. Бәлкім журналистер бұрмалап, сондай кликбейт қылып, бірдеңе қылып, сондай бірдеңе істеп жатқан шығар дейсіз. Ал бірақ сізге ұнамайтын бір адамның дәл сондай іс жасаған туралы жаңалықты көрсеңіз, бірден бөлісесіз. Мен бұның сондай жауыз екенін баяғыдан білгем деп. Яғни біздің осы мотивіміз, біздің ішкі қалауларымыз, ішкі мүддеміз, онсыз да қай нәрсені шындық, қай нәрсені жалған деп қабылдайтынымызға және оны бөлісетімізге әсер етеді. Содан кейін тағы бір нәрсе бар, бұл жаңашылдық гипотезасы. Жаңа бас жағында айтып өттім ғой, әлеуметтік желіде ақпарат жалған хабар 70% артығырақ бөліседі, жиірек бөліседі, және 6 есе жылдам тарайды деп. Бұның да бірден бір себебі осы жаңашылдық гипотезасында. Біз негізі эволюциялық тұрғыдан миымыз жаңа басында айтып өттім ғой, біздің миымыз екі режимде жұмыс істейді. Бірінші режимде біз үйреншікті тапсырмаларды орындаған кезде, үйреншікті істі жасаған кезде бірінші режимде болады, оған ми көп энергия жұмсайды деп. Дәл сол сияқты біздің миымыз үнемі жаңа бір нәрсені іздеп тұрады. Бұл негізінде сол ежелгі заманнан бері бізде неге аман қалуымыз үшін маңызды еді. Мысалы, бір жыртқышты, сондай ерекше бірдеңені көрсек, жауды көрсек, бірден оны байқап қалып, одан жасырынып, болмаса қорғанып деген секілді бірдеңе істейтінбіз. Дәл сол сияқты біздің миымыз күтпеген бір жаңалықты көрсе, болмаса бір ерекше нәрсені естісе, бірден бөліседі. Мысалы, футбол көретін адамдар болса, осыдан бірнеше апта бұрын Реал Мадрид клубы бір екінші дивизиондағы бір клубтан ұтылып қалды. Сол жаңалықты бәрі бөлісті, бәрі таң қалып деген секілді. Бірақ Реал сол ойында жеңіске жетсе, ешкім оны бөліспейтін еді. Ол кәдімгі үйреншікті нәрсе. Өйткені Реал Мадрид мықты клуб, ал жаңағы екінші дивизиондағы клуб ол бір нашарлау, сондай әлсіз клуб. Сол сияқты біз өзімізге бір ерекше тосын болып көрінген нәрсені бірден бөлісуге тырысамыз. Оның да өзінің себептері бар. Біз мысалы адамдар әдетте өзін білімді қылып көрсеткісі келеді. Мен мысалға бұрынырақта
ағылшын тіліндегі жаңалықтарды көбірек бөлісуге тырысатын, өйткені мен заманауи жаңа шетелдік медианы оқимын деген сияқты өзімді солай білімді көрсету үшін. Жаңа айтып өткендей, сол біреуі эмоциялық реакциямыз бізге сондай не істейді, ақпаратты бөлісуге әсер етеді, ол жалған хабар болса да. Және екіншісі осы біздің өзімізді бір білімді сондай жоғары адам ретінде көрсетіп қалғымыз келетін бір құмарлық сезіміміз. Мысалы, мына біреу суретті мен AI арқылы істегем. Мысалы, мынау біздің күнделікті өмірдегі бір көретін көрінісіміз. Бұл ешкімге былай не емес. Астаналықтардың кәдімгі бір өмірі. Автобусқа адам сыймай жатыр, көшеде қар, балшық. Бұл бізге кәдімгі неде қарапайым сондай жаңалық. Мысалы, дәл осы суретті бөлісетін болсам, мен Астанада, бұны тіпті ешкім бөліспейді да, өйткені бұл кәдімгі өмірдегі қарапайым нәрсе. Бұл ешкімге қызық емес, өйткені бәріміз білетін нәрсе. Ал екінші, мысалға, Астанаға бір метеорит түсіпті дейтін болсақ, оны бәрі бөліседі. Ол эксклюзив хабарға айналады. Және ол ғасырда, бәлкім 1000 жылда бір болатын оқиға, метеориттің түсуі. Сол үшін де оны барлық адам бөліседі. Және жалған хабарларда негізі жасалған кезде сондай ерекше біздің сезімдерімізді оятатын, бізге тосын болып көрінетін сондай болып құрастырылады. Сондықтан да олар көбірек бөлісіледі. Енді келейік, фейкті кім көбірек таратады? Негізі зерттеулер бойынша көбіне егде жастағы кісілер жалған хабар таратады екен, және соған көбірек сенеді. Бұның бірнеше себебі бар, бірақ негізінде ол егде жастағы адамдар, олар кәртеген, алжи бастаған, болмаса олардың миы нашар істейді деген емес. Керісінше олар мүлдем басқа заманда өмір сүрген. Олардың кезінде медиа тек шынайы хабар тарататын. Олар адамдармен сондай сенімге негізделген бір қарым-қатынас құрған еді. Ал мына жақта әлеуметтік желіде әркім өзінің ойына келген жазады, жасанды интеллектпен бірдеңелер дайындайды, сөйтіп соны бөліседі. Әрине олардың сол цифрлық сауаты төмендеу болғандықтан, және адамдарға деген сенімі жоғары болғандықтан жалған хабарға көбірек сенеді екен. Бірақ бұл тек егде жастағы адамдар жалған хабарға сенеді, бөліседі дегенді білдірмейді. Өкінішке қарай, қазір жастар арасында да бұл үрдіс жиі тарап жатыр екен. Оның негізгі себебі, басында айтып өткендей, біз әлеуметтік желіні, интернетті әдетте жаңа бір нәрсені үйрену үшін, болмаса күрделі бір мәселелерді шешу үшін емес, керісінше ойын сауық үшін, демалу үшін қолданамыз. Және ондай жағдайда әрине біз автомат түрде қармаққа ілігіп қаламыз. Сонымен қатар экстраверт және интуитив ойлайтын адамдар көбірек бөліседі екен, басқа мінезді адамдарға қарағанда. Оның да себебі түсінікті, өйткені экстраверт адамдар онсыз да көп адаммен араласады, олар ашықырақ, көбірек жаңалық бөліседі деген сияқты. Және интуитив адамдарда эмоцияға көбірек сүйеніп, кейбір жаңалықтарды бөлісіп қояды екен. Сосын әрине ашу-ыза, ашу-ызаны оятатын болмаса, ерекше қуаныш сезімін оятатын жаңалықтар болса, оны да біз шын өтірік деп қарамастан бөлісеміз. Енді Қазақстандағы жағдай қандай дегенге келсек, қазақстандықтардың 46% ақпаратты әлеуметтік желіден алады екен, 2022 жылғы зерттеуге сәйкес. Қазір бұл көрсеткіш тіпті одан да өскен шығар. Одан кейін, ал әлеуметтік желі білесіздер, сенімді ақпарат көзі емес. Ол жақта әркім өзінің ойын жазады, ол жақта боттар көп, ол жақта халықтың пікіріне манипуляция жасағысы келетін әртүрлі топтар көп. Сондай мәселе бар. Одан кейін 2022 жылғы тағы бір сауалнама көрсеткендей, қазақстандықтардың 57% факт-чекингтің не екенін білмейді екен.
егер сіздер білмейтін болсаңыздар, қазір Алмабек мырза түсіндіреді. Сонымен қатар өкінішке қарай біздің өңірде Ресей медиасының ықпалы жоғары. Әсіресе орыс тілінде сөйлейтін, орыс тілінде ақпарат тұтынатын адамдарға бұл көбірек әсер етеді. Бұлай естіп біліп жүрген шығарсыздар, Ресейдің медиасы қазіргі уақытта сенімділігі өте төмен медиа ретінде саналады. Жалпы сол. Содан кейін тағы бір қызық нәрсе, 2019 жылғы бір зерттеу бар екен. Бұл зерттеу негізі 2018 жылы жүргізілген, шамалы ескілеу зерттеу, бірақ және ол зерттеуде Орталық Азия азаматтарының діни радикализмге сенуі және оған ақпараттық сауаттың қаншалықты әсер ететіні туралы сондай бір пәнаралық зерттеу жүргізген. Және зерттеушілер бастапқыда сауалнама алған. Сауалнамада қазақстандықтардың көпшілігі жартысынан астамы, мен ақпаратты сыни тұрғыда қабылдаймын, маған беріліп жатқан ақпараттың жалған болуы мүмкін екенін білемін, одан хабардармын, мен шынайы ақпаратты пайдалануға тырысамын деп айтады. Бірақ тереңдетілген сұхбат жүргізген кезде көп адаммен былай ішіндегі шынайы жағдайын білгісі келіп сөйтіп сұхбаттасқан кезде көп адам іс жүзінде, практикада сыни тұрғыдан ойлай алмайтынын және сол медиа таратқан хабарға сенетінін көрсеткен. Және өкінішке қарай көптеген мысалға демократиялы мемлекеттерде әсіресе медиа бір дәстүрлі медиа бұл жерде, әлеуметтік медиа емес, мысалға ТВ, ресми газеттер, журналдар деген сияқты шындық көзі ретінде қарастырылса, біздің елде жағдай сәл басқаша. Ол шындық көзі емес, керісінше шындықты көрсетпейтін бір медиа деп сөйтіп есептейтін адамдар бар. Соңғы бір осы Демоскоптың сауалнамасында шамамен азаматтардың 30%-ға жуығы мен мемлекет медиасы таратқан хабарға еш сенбеймін, олар жалған хабар таратады деп. Сондай бір жауап берген екен. Сондай да бір мәселе бар. Әрине, егер ресми медиаға сенім төмен болса, ондай жағдайда адамдар басқа да бейресми медиаға сене бастайды. Болмаса, бұл жерде бір не болады? Ештеңеге сенбеу деген бір құбылыс болады, ол тіпті қорқынышты. Жалпы енді қорытындылай келе айтқым келетіні, бұл біз қиын да болса сыни пайымдап үйренуіміз керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін миымызды жаттықтырамыз. Мысалы, үйреншікті жолмен емес, басқа жолмен жүруге тырысыңыз. Әдетте ақпаратты қай жерден алсаңыз, басқа жерден алып көруге тырысыңыз. Мысалы, Тенгриньюсты оқитын болсаңыз, келесі жолы Власть KZ деген басылым бар, соны оқып көріңіз деген секілді. Және екеуін салыстырып көріңіз, неге екі жерде екі түрлі ақпарат ұсынып жатыр деп. Әрине, бұл кішкене уақыт алады, бұл энергияны алады, бірақ жалған хабардың жетегінде кетпеу үшін және жалған хабарға сеніп қалмау үшін тек сондай ғана жол бар. Одан кейін негізінде жаңа мына жақта қазақстандықтар бізде медианы шындықтың көзі ретінде қарастырмайды деп айттық. Оның да негізгі себебі бізде көбіне медиа белгілі бір топтарға тәуелді, мемлекетке тәуелді, мемлекеттен қаржы алады, болмаса белгілі бір саяси партияның қаржылануын алады. Және сондықтан да олар кейбір жағдайда өзінің белгілі бір тақырыптарға келген кезде оны байқамай қалатын болуы мүмкін. Яғни кейбір нәрселерді көрмей қалады. Болмаса кейбір нәрселерді, тіпті назар аударуға тұрмайтын нәрселерді ерекше байқап қояды. Деген секілді сондай бар. Және сондықтан да негізінде бұл фейкпен күресте сөз бостандығы маңызды.
Сөз бостандығы бізде көбісіне былай ойлайды да, сөз бостандығы деген ол әркімнің ойына келгенін айтуы. Және егер сөз бостандығы болса, керісінше жалған хабар тарататындар көбейіп кетеді дейді. Бірақ шын мәнінде сөз бостандығы дегеніміз ол медиалардың шындық үшін бәсекелесуі. Мәселен, бір медиа жалған хабар таратса, екіншісі аналар жалған хабар таратты, міне біздікі шындық деп көрсетеді. Болмаса, екі түрлі саяси көзқарастағы адамның пікірін береді. Адам екі түрлі көзқарасты көрген кезде ойланады. Неге мынау адам былай ойлап жатыр, былай айтады да, ал мына адам неге керісіншесін айтып тұр? Сонда шындық қай жерде дейді. Сөйтіп миының екінші жүйесін іске қосады. Сондай да бір мәселе бар. Сол себепті де менің ойымша сөз бостандығы өте маңызды. Және мына жерде мен әдейі оны әдейілеп кішкентай қылып жазып қойдым. Біздің еліміздегі жағдайды көрсету үшін. Сонымен қатар өзіміз белгілі бір фейк хабарлар туралы айтқан кезде, болмаса бір нәрсені мынау өтірік деп бөліскен кезде, біз сэндвич әдісіне жүгінуіміз керек. Қазір бұл әдісті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы секілді ұйымдар қолданады. Оның ерекшелігіне ең алдымен шындықты айтады, өтірік емес, шындықты айтады. Өйткені адамдар әдетте ең бірінші көрген, ең бірінші естіген хабарды, ақпаратты есінде сақтап қалады. Сондықтан ең бірінші шынайы ақпарат беріледі. Мәселен, қазіргі вакциналар аурудың ауыр түрлеріне шалдығудан 90% жағдайда қорғайды. Сосын ары қарай жалған хабарды береді. Сөйтіп шынайы мәліметті бергеннен кейін, кейбір адам немесе әлеуметтік желіде вакцина адамның ДНК-сын өзгертеді дегенде қауесет тарап жатыр. Бірақ бұл шын мәнінде мүмкін емес. Өйткені вакциналар адамға және ең соңында шындықты бекіту деген бар. Сосын ары қарай оның неліктен өтірік екенін түсіндіреді. Ол вакцинаның құрамындағы заттар жасушаның ядросына өтпегендіктен ол біздің генетикалық кодымызға еш әсер етпейді. Оның міндеті тек біздің иммунитетімізді күшейту. Вируспен күреске үйрету деп. Тек қана соны таратады. Мен айтайын деген жалпы осы. Бағана жоғарыда айтып кеткенде, мен өзім жалпы факт-чекингпен айналысып жүргеніме шамамен 5 жылдай уақыт болып қалды. Бастапқы кезінде факт-чекингқа мен ақпараттың рас өтірігін тексеру мақсатында бастаған болатынмын. Жалпы алып қарайтын болсақ, бүгін мен сіздерге жалған жаңалық қалай шын болып көрінеді деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Жалпы бүгін біз сіздермен факт-чекинг деген не және оның медиа сауаттан қандай айырмашылығы бар деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Факт-чекинг жасаудың құралдары қандай және соңғысы бізде сұрақ-жауап. Өздеріңіз білетіндей, бізде факт-чекинг дегеніміз бұл бүгінде фактілердің растығын анықтау үшін мәселесін зерттеу процесі деп аталынады. Бұл туралы бізде 2018 жылы Оксфордтың сөздігінде осындай анықтама берген. Одан басқа бізге өкінішке орай факт-чекинг деген не екендігіне бізге ары қарай бөлек басқа анықтамасы жоқ. Факт-чекингтің өзінде біздің өзіміз факт-чекингті ақпараттардың рас өтірігін тексеру кезінде кем дегенде 2 дереккөзбен расталу керек. Мысалы, бізде дереккөз деген не? Бұл жалпы мемлекеттік және мемлекеттік емес квазисекторлардың жинаған деректері, яғни ақпараты. Мысалы, қазірдің өзінде сіздер мен үшін алғашқы дереккөзі болып отырсыздар. Мысалы, сіздердің араларыңызда көзілдірік таққан адам, қара кофта киген адам, қазақы нақыштағы сырға таққан адам, болмаса шашын жайған адам, шашын түйген адам, шалбар киген адам, биік өкшелі аяқ киім киген адам деген сияқты адамдардың барлықтары маған белгілі бір түрде ақпаратты береді. Яғни ол сіздің сыртқы келбетіңізге байланысты ақпаратты береді. Ал ашық дереккөздердің барлықтарын біз әртүрлі әлеуметтік желілерден емес, біз арнайы статистика бюросынан, болмаса сол сияқты мемлекеттік, болмаса мемлекеттік емес дереккөздерден жинайтын боламыз. Және бізде дәл сондай барлық ақпараттардың барлықтары, ашық дереккөздердің барлықтары тегін, тек арасында ғана ақылы түрде жүзеге асатындар бар. Сондықтан да кез келген ашық дереккөзді белгілі бір түрде ақша төлеу керек деген мифке сенудің қажеті жоқ.
иә. Жалпы алып қарайтын болсақ, факт-чекингтің қысқаша тарихын айтып өтейін. Бізде тайм мұрағатында Эдвард Кеннеди деген кісі болған. Сол кісінің бізде памфлеті сақталған, яғни оның аудармасында егер материал болмай жататын болса, оны саусақ сорып отырып ақ табуға болады. Мұны егер де дереккөз көңілге ақпарат дереккөз қонбайтын болатын болса, қыздар мұның жолын табады деп айтқан. Неге? Өйткені бұл жерде тарихи контекст бар. Өйткені бұл жерде Кеннедидің қыздар деп отырғаны ең алғашқы жалпы әлемдегі факт-чекерлер туралы айтып отыр. Неге? Өйткені сол уақытта университетті жаңадан бітірген, журналистика мамандығын бітірген қыздардың барлықтары бірден жұмыс істемеген. Олар бастапқы кезінде ер адамдардың жазып кеткен материалдарының рас өтірігін тексерумен айналысқан. Яғни бұл жерде мақалада автордың, журналистердің дайындаған материалдардың барлықтарын түгелдей қыздар тексеріп отырған. Бұл оларға белгілі бір дәрежеде өте үлкен жұмыс болған. Мысалы 1939 жылы өздеріңіз білесіздер, фашистік Германия өзінің екінші дүниежүзілік соғысты бастаған уақытта жұма күні шығатын газеттің барлықтарын қыздар сенбі жексенбі күні де кітапханаларға барып тексеріп, солай алғашқы дереккөзді тексеріп отыруға себеп болған. Және де мысалы Америка құрама штаттарындағы кітапханалардың басым бөлігін қарайтын болсаңыздар, әсіресе гендерлік теңдік бойынша тексеріп көретін болса, ер адамдарға қарағанда қыз балалардың кітап оқу, газеттерден материал іздеу процесі өте көп болған, массалық тұрғыдан. Мысалы бұл туралы 1970 жылы Newsweek қызметкерлері бізде тең еңбек мүмкіндігі жөнінде федералдық комиссиямен бірлескен отырыста ғана қыз балаларды журналист болып қызмет атқаруға, яғни репортаж жазуға, мақала дайындауға, интервью алуға, сол сияқты басқа да ер адамдармен тең дәрежеде жалақы алуға себеп болған екен. Жалпы ары қарай жалғастырып көретін болсақ, мысалы Нью-Йоркта 15-ші авеню бар. Бұл жерде Time редакциясы орналасқан. Оны редакцияның өзінің ішінде өлім көшесі деп айтатын болған. Неге? Өйткені бұл өлім көшесінде көбінесе адамдардың барлықтары жалған жаңалықты анықтап, сол арқылы белгілі бір дәрежеде фейк таратқан басылымдарды өлтіріп отырған. Ол уақытта өздеріңіз білесіздер, 20-шы ғасырдың бас кездерінде, 19-шы ғасырдың аяғы кезінде журналистикада сары басылымдар өте қарқынды дами бастады. Соның нәтижесінде бізде факт-чекингтің дамуына алғашқы серпілістер жасалған болатын. Мысалы, алғашқы кезінде басылымдарда факт-чекингтік деректер қалай жүзеге асты, сол туралы қарап көрейік. Мысалы, басылымның кез келген бір факты берілетін болса, сол фактының үстіне міндетті түрде нүкте қойылып отырған. Мысалы, егерде анықтама арқылы расталған дереккөз болатын болса, оған қызыл нүкте қояды. Егерде газетпен расталған нүкте болатын болса, қара нүкте қойылады. Егерде ол деректі тексеру мүмкін емес, журналист өзінің жазып отырған материалына жауапкершілікті 100% алатын болса, онда ол материалдың үстіне жасыл нүкте қойылатын болған. Қазіргі уақытта бізде архив деген деректердің барлықтары цифрлық түрге ауысып кетті, ал бұрындары сол газеттің қиындылары, газеттің көшірмелері, газет қаншасыншы бетте деген сияқты сондай деректердің барлықтарын жинап отырған екен. Бастапқы кезінде факт-чекерлер негізі ақпараттың рас өтірігін тексерумен емес, бұлардікі редактуралық жұмысқа кішкене жақындау болған, яғни олар ақпараттардың қатесін түзеумен айналысқан екен. Мысалы, Time журналында, зерттеу бөлімінде бастапқы 40-шы жылдарда Патриса Драйвер деген кісі болған. Сол кісі жеке фактілерді ғана емес, сол фактілерді жинақтала келе белгілі бір түрде оқиға, яғни сторителлинг пайда болатындықтан фактілердің өзіне де назар аударуымыз қажет деп айтқан. Соның нәтижесінде бізде факт-чекингтің дамуына тағы бір елеулі үлес қосты деп айтсақ қателеспейміз. Енді біз сіздермен медиа сауат туралы сөйлесейік. Жалпы алған кезде біз өзіміз күнделікті өмірде медиа сауаттымыз ба деген сұраққа бірінші жауап іздеуіміз керек. Неге? Өйткені жалпы сауаттың өзінде 12 түрі бар. Жалпы ғалымдардың зерттеуі бойынша. Оның ішінде жарнаманың сауаты, кітапхананы пайдалану бойынша сауат, мысалы кітапхананың ішінде шуламау, тамақ жемеу деген сияқты ақпараттардың барлықтары негізі сауаттылыққа жатады. Сол сияқты медиа сауат дегеніміз бұл белгілі бір медианың функциясын түсініп, іздеу, сыни бағалау арқылы өзінің білімі мен дағдыларын қалыптастыруды бізде медиа сауат деп атаймыз. Медиа сауатта бізде жаңағы Оразай мырза айтып кеткендей сөз бостандығы, мәдениет аралық, дін аралық диалогты, бейбітшілікті
ілгерілету мақсатында, яғни сол жалпы алған кезде медианың тағандап тұруына ықпал ететін коммуникациялық технологиялардың өзара әрекеттесуі туралы ілім деп бізге осындай медиа сауат туралы ақпаратты береді. Бізде осы жерде мынаны түсінуіміз керек: медиа сауат дегеніміз бөлек термин, ақпараттық сауат дегеніміз бөлек термин. Мысалы, медиа сауатты адам кез келген ақпаратты оқыған кезде оның толықтығын тексере алады және соған байланысты өзінің шешімін қабылдай алады. Яғни, бағана Оразай мырза айтып кеткенде, қоршаған орта, медиадағы қоршаған ортада бізде қай ақпаратқа сенуге болады, қай ақпаратқа сенуге болмайды, болмаса бұл ақпараттың артында кім тұр деген сияқты сұрақтарға егер де жауап бере алатын болсаңыздар, онда сіз медиа сауатты адамсыз. Яғни, медиа сауатты бар адамдарды біз қалай анықтаймыз? Бұл жерде кез келген ақпараттарды, мәлімдемелерді тексеру барысында жаңағындай жоғарыда айтып кеткенде кем дегенде 2 дереккөзбен расталу керек, және таратылып отырған ақпараттың ең бірінші дереккөзі қайда, соны тауып алу қажет болады. Жалпы медиа және ақпараттық сауат, бұл медиа сауат жаңағы сіздерге медиада қабылдап жатқан контентке сараптама жасау болатын болса, ақпараттық сауат бұл сіздерге ақпаратпен, жаңағы медианың ішіндегі ақпарат бұл негізі факты. Сол фактыны сыни тұрғыдан бағалап, оны өзіңіз түсініп, оны басқаға дұрыс түрде тарату. Яғни бізде қазіргі уақытта әлеуметтік желіде эмоционалдық түрде ақпарат өте көп тарайды. Мысалы, әлеуметтік желілерді қарайтын болсаңыздар, пранктар өте жақсы просмотр жинайды, қаралымдар жинайды. Неге? Өйткені олардың барлықтары сіздерге белгілі бір түрде эмоционалдық түрде әсер етеді. Ол эмоционалдық түрде әсер еткеннен кейін сіз оны толығымен көрмеуіңіз мүмкін. Сіз оны белгілі бір түрде 30%, 40% ғана қабылдап аласыз, ары қарай сіз өзіңіздің досыңызға, туысыңызға, болмаса басқаға айтуыңыз мүмкін. Оны айту мақсатында да жаңағы өзіңіздің досыңызды белгілі бір қауіптен сақтандыру, болмаса өзіңіздің досыңызға бір қуанышты бір эмоцияны сыйлау мақсатында жүзеге асырады деп айтсақ қателеспейміз. Одан кейін қазіргі уақытта ақпараттың шамадан тыс көп қабылдануы адамды былайша айтқан кезде ақпараттарға дұрыс анализ жасауға, сыни ойлауға итермелемейді. Мысалы, сіздің миыңызды күнделікті қабылдап жатқан ойыңызды губка ретінде қарастыратын болсақ, бір жаңағындай шелек толы суға губканы салып жіберген сияқты сіздің миыңызда дәл сол сияқты ақпаратты қабылдайды. Соңында мысалы контекстен жұлып алу, белгілі бір пропагандаға сеніп қалу, сол сияқты басқа да бір өшпенділік туғызу деген сияқты фактілердің барлықтары сондай бірлі жарым үзілген, жұлынған материалдардың негізінде пайда болады екен. Енді біз сіздермен практика жасап көрейік. Бұлардың барлықтары сіздерге болашақта керек болады деген ойдамын. Қарапайым ғана бізде мынандай фотосурет бар делік. Бұл фотосуретті көрген кезде сіздердің ойларыңызға бірден не келеді? Вау, не деген күшті, мынандай бір қалада осындай ойыншыққа арналған монумент ашылыпты деп сіздердің өздеріңіз сондай пікір қалыптастырасыздар. Оны сіздер таратуларыңыз мүмкін. Артынша біз бұны егер тексеріп көретін болсақ, біз бұны қалай тексереміз? Біз бұны бірінші фотосуреттің монтаждалғанын, болмаса монтаждалмағанын анықтаймыз. Ол үшін бізге әрине Photo Francis деген бағдарлама көмекке келеді. Біз Photo Francis деген бағдарламаға салған кезде қай жерінде, мінекей мына шырша емес, енді мына ойыншықтың тұрған жерін қарасаңыздар, бұлардың барлықтары күңгірт қызыл, фиолетовыймен белгіленіп тұр. Яғни бұл фотосуреттің монтаждалғанын көрсетеді. Яғни мына ойыншықтың орнында мүмкін шыршаның суреті тұруы мүмкін. Бірақ бұл жерде тағы сіздерге журналистерге ең керекті нәрсе бұл деталь маңыздылығы. Мысалы, мына полды, жерді қарап көретін болсаңыздар, жердің бәрі қап-қара. Демек, бұл жерде бізде қар жоқ, яғни бұл жаңа жылға байланысты емес. Яғни бұның орнында басқа бір су бұрқақ тұруы мүмкін, фонтан тұруы мүмкін, болмаса бір кішкентай бір ағаш өсіп тұруы мүмкін. Осыны біз барлығымыз жоғарыда жазылғандай мына Photo Francis деген сайттан тексере аламыз. Жақсы. Бізде мынандай қазақстандық кейс болды. Бұл бұрында болған 2017 жылдары.
Бұл жерде Шығыс Қазақстан облысында өздеріңіз білесіздер, таулы аймақ. Шығыс Қазақстанның қысы қандай болатындығын да білесіздер. Сол сияқты жаз уақытында осындай адамның жұдырығындай бұршақ жауды деген ақпарат тарады. Енді біз бұны қалай тексереміз? Бұны біз тексеретін кезде міндетті түрде оны біз Google Image Search арқылы іздейміз. Қарапайым ғана Google-ға кіресіздер. Google-ға кірген кезде мына жерде қызылмен белгіленіп тұр, фотоаппараттың суреті, соны басасыздар да өздеріңіздің таратқан келіп жатқан фото суреті осыған жүктеп көресіз. Осыған жүктеп көргенде сіздерге осындай ақпарат береді. Яғни ақпарат берген кезде қарасаңыздар, мына жерде итальянша ма, бразильша ма, басқа тілде жазылып тұр. Демек, бұл фотосурет бізде не деген сөз? Бұл фотосурет демек фейк деген сөз. Яғни, егер де бұл фотосурет ең алғаш қайда жарияланды? Бұның авторы кім? Бұл фотосурет қандай фотоаппаратпен жасалды, болмаса қай уақытта жасалды деген нәрсені тексергілеріңіз келетін болса, сіздерге Tinai деген қосымша көмекке келеді. Tinai деген қосымшаны мына жақта тағы да қызылмен белгіленіп тұр. Осы қызылмен белгілеген жерге стрелканы басасыздар. Стрелканы басқан кезде дәл осындай фотосуреттер таратып береді. Яғни бұл жерде мысалы өліп жатқан қойлардың болмаса сиырлардың суреті тұр. Бағанағы бұршақ басына тиіп өліп қалған деген сияқты. Соның барлықтарын қараған кезде бізде 18 результат, яғни нәтиже шыққан. Соның ең алғашқысы мысалы қарасаңыздар 2015 жылы 22 қазанда жарияланған. Мына жерде мінекей жақын жерде 3-де тұр, және де бұл фотосуреті қайда жарияланды, кім жарияланды, авторы кім деген сияқты сұрақтарды да қатар қарап алсаңыздар болады. OLX-ның кейсі. OLX-қа зат сатып көргендеріңіз бар ма? Бұл енді бізде өте бір жақсы кейс. Қарапайым ғана OLX-та негізі WhatsApp-пен зат сатуға болмайды. Солай ғой. Бірақ сіздерге кейбір адамдар менің WhatsApp-ыма жаз, мен саған ақша сап жіберем, давайте сен сол ақшаңды алып аласың, сосын мен саған жаңағы нені жіберем, таксиді жіберем дейді. Сөйткен кезде мысалы қарапайым ғана мысалы бір адам мынандай AirPods 3-ті сатпақ болды. Оның бағасы мысалы 40 мың теңге, 50 мың теңге деп алып көрейік. Сондай уақытта бір адам WhatsApp-қа жазады, мінекей товар оплачено, номер заказа, подтверждение доставки товара, анау мынау, доверие KZ, бір нәрсе деген тұр, мінекей. Все оплатила, можете получать деньги, при подаче они запросят мое удостоверение дейді, басқа бір адамның, бір танымайтын бір адамның удостоверениесін жібереді. Артынша сіздер енді бұл сайтты ашасыздар ма, ашпайсыздар ма? Енді сол сұраққа келейік. Неге ашпайсыздар? Ақша керек емес па? Өйткені оплата жасап қойдым деп тұр ғой. Ақшаңызды беріп қойдыңыз ба? Толтырдыңыз ба, ішін толтырмадыңыз ба? Бұл жерде сіздерге фишингтік құралдарды пайдаланады. Яғни осы сайтты ашып көретін болсаңыздар, бұл сайтта таксидің келе жатқаны, сізге қарай шыққаны, одан кейін мынаны толтырсаң саған ақша түседі деп сіздің банктік карталарыңызды сұрайды. Банктік картаны сұрағанда сіздің аты жөніңізді, банктың 16 картасын, қай уақыттан қай уақытқа дейін жарамды және CV деген нөмір бар картаның артында 3 сандық, соны қосымша сұрайды. Негізі егер де сол CV нөмір тіркейтін болсаңыз, сіздің банктағы ақшаңыздың барлығын шешіп алады. Яғни бізде алаяқтың құрбандарының басым көпшілігі осындай практиканың қорытындысы десек болады. Енді бұл сайтты біз қайда тіркелді, қанша уақыт жұмыс істеді, ол қалай жұмыс жасап жатыр, деген нәрсені тексеру үшін бізде 2 сайт бар. Оның біріншісі, мінекей, WhatsApp-қа жіберген сілтемеге кіретін болсаңыздар, банк картасы туралы мәліметтер тіркеуді сұрайды. Ал бізде перевод деген нәрсе өте жеңіл, сондықтан да сіздің ұялы телефоныңыздың нөмірімен ақ перевод жасай беруге болады, Мінекей, алаяққа алданбас үшін сіздер ps.kz деген кіресіздер, мына жақта домен тұр, доменді қарасаңыздар, купить домен деген жерге бағанағы сіздерге жіберіп тұрған сілтемені қоясыздар да, подобрать дегені басқан кезде сізге жаңағы ненің барлығын көрсетеді. Қайда тіркелді, қай уақытта лицензия сатылып алынды, жұмыс істеп жатқанына қанша уақыт болды деген сияқты сұрақтарға толығымен жауап бере алады. Егер де бұл
ps.kz деген сайттан шықпайтын болатын болса, онда сіздерде who.is деген сайт бар. Бұл жерде де оп-оңай, мына жақтағы enter a domain name or IP адрес дегенді басасыздар да, search дегенді басасыздар, сол уақытта сіздерге де толығымен қай директің қайда тіркелгендігі, неге тіркелгендігі, соның барлықтарын көрсетіп береді. Енді ары қарай кеттік. Бұл бізде ұлттық статистика бюросы. Ұлттық статистика бюросы бұл бізде Қазақстандағы статистикалық ақпараттарды беретін ашық дереккөз. Ашық дереккөз дегеніміз бұл жаңағы белгілі бір статистикаларға сүйенген мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қарауында жұмыс жасайтын, қалай айтсақ болады, жүйе. Мысалы, Википедияны біз ашық дереккөз ретінде бере алмаймыз. Әлеуметтік желіде біз үшін ашық дереккөз емес, Википедияда біз үшін ашық дереккөз емес. Неге? Өйткені әлеуметтік желі бұл коммуникация құралы, яғни сіз өзіңіздің ойыңызға келгенді, өзіңіздің не сезінгеніңізді таратуға мүмкіндік береді. Тіпті подписчиктеріңіз 10 миллион, 20 миллион, тіпті миллиард болса да, сіз ашық дереккөз бола алмайсыздар. Википедияға келетін болсақ, Википедиядағы деректердің барлықтарын сіздер өздеріңіз кіріп ауыстыра алатындықтан ол ашық дереккөз болмайды. Енді мен сіздерге мынандай қысқаша ғана ұлттық статистика бюросымен жұмыс жасауды көрсеткім келеді. Бірінші, ұлттық статистика бюросына барған кезде сіздерге осындай сайт ашылады. Сайт ашылғаннан кейін мына жерде құралдар деп тағы да қызылмен белгіленіп тұр. Соған баратын болсаңыздар, сіздерге мынандай ұлттық статистика бюросының осындай несі шығады. Осы жерде мына жерде танымал есімдер деп тұр. Сол танымал есімдерді басатын болсаңыздар, сіздерге осындай толығымен дерек шығады. Ол деректі басқан кезде мерзімін таңдайсыздар, жыл болуы мүмкін, 90 болуы мүмкін, ай болуы мүмкін. Одан кейін бұл жерде кезеңді таңдайсыздар, жынысын таңдайсыздар, ұлтын таңдасаңыздар болады, танымал немесе өте сирек аттар таңдасаңыздар болады, және үздік 10-дық, үздік 20-лық, 30-дық, 40-лық, 50-лік, 100-ке дейін барады. Мысалы, біз мынандай практика жасап көрейік. Мысалы, жыл 1999, 99 жылдың қаңтары мен желтоқсанына дейін әйел адамдар Қазақстан Республикасы өте сирек кездесетін аттарды қарап көрейік. Ұлты маңызды емес, үздік 10-дық. Бірінші міндетті түрде бізде Фарбио деген ат шығады. Сіздердің араларыңызда мысалы Фарбио деген аты бар адам бар ма? Одан кейін мысалы Елена Роуз дейді, Кермекас, Сапар Айым, Зоя Нель, Наташа Елиз, Лилиана Кристи, Алина Элен, Анастасия Дарлин, Напихат. Осындай аттар бар. Негізі бұрындары дәл мынаның астында мен туралы қанша адам бар деген статистика болған. Оның жабылып қалуына біраз адамдардың себебі бар. Неге? Өйткені TikTokта стримға кіретін болсаңыздар, кейбір адамдар дәл соны ақшаға айналдырды. Мысалы, араларыңызда біреулеріңіз атыңыз айта қойыңыздаршы. Мысалы, Зәмзәгүл делік. Зәмзәгүл деген аты бар, қанша адам бар. Оның нешеуі қазақ, ең жасы қаншада, үлкені ең жасы кішісі қаншада деген сияқты дерек болған. Оны біздікілер әлеуметтік желіде TikTokта стрим жасап, сол ақпаратты білу үшін 200 теңгеден сатты. Кейіннен ұлттық статистика бюросы бұны тегін ақпарат деп қаншама айтқанмен, ол махинация тоқтаған жоқ. Соңында не істеді? Ұлттық статистика бюросы оны алып тастауға тура келді. Қазіргі уақытта TikToктың стримына кіретін болсаңыздар, машинаның нөмірін тексеру дегенде дәл осы сияқты. Мысалы, әсіресе қыздар өзінің сөйлесіп жүрген, сөз байласып жүрген жігіттерінің нөмірін жібереді, ол қанша қалыпты машинасы крутой, нөмірін может арзан қалған шығар деген сияқты өте бір сондай, қалай айтсақ болады, эмоционалдық түрде ақпарат таратып атады. Сонымен ол жігіттің мысалы нөмірі 10 мың теңге болса, сонда ол қыз мысалы жігітіне қарамай кетуі мүмкін. Солай ғой. Ол жерде мәселе мынада ғой. Машинаның нөмірін қаншаға сатып алды, бұл кейбір адамдар үшін маңызды болмауы мүмкін, бірақ та кейбір адамдар үшін бұл өте маңызды. Солай ғой. Жақсы, қысқаша айтқанда осы, сұрақтарыңыз болса, мархабат, назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.